Саламатсыздар ма студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ветеринариялық протозология. Протозология бір жасушалы протоза төменгі патшалығына жататын өкілдерді зерттеумен шұғылданатын ғылым саласы. Қазіргі уақытта қарапайымдылардың 70 мыңға таяу түрлері белгілі. Олардың 10 мыңға жуық түрі ауыл шаруашылық, жабайы жануарларда, балықтарда, араларда және адамдарда тоғышарлық етіп протозойлық ауруларды немесе протозоздарды тудырады. Протозологияның мақсаты тоғышар қарапайымдылардың құрылысын, биологиясын, түрлерін, денеге ену жолдарын және зардаптылық әсерін, аурудың дамып өту барысын зерттеп, ауруды анықтаудың, емдеудің ең тиімді әдістерін табу. Қарапайымдылар жануарлардың әртүрлі мүшелерінде, ұлпаларында тоғышарлық етеді. Қанның плазмасында, мысалға трипаносомалар тіршілік етеді. Қан түйіршіктерінде периплазмоздар, ішектің эпителий клеткаларында, бауырда, өт жолдарында, бүйректе эмириоздар, жыныс мүшелерінде трихомонадтар, қарапайым токсоплазмалар және саркоспорийлер жануарлар мен адамдардың барлық мүшелері мен ұлпаларында тоғышарлық етеді. Қарапайымдылардың морфологиясы бір клеткалы өте ұсақ жануарларға жатады. Олар ядро және цитоплазмадан тұрады. Бірақ қарапайымдыларға өмірдің барлық қасиеттері тән келеді. Ас қорыту, тыныс алу, қозғалу, даму сатылары. Барлық жүйелерге сипаттама қоректенуі қарапайымдылар қоректі орталарда өздерінің арнаулы цитосмос және ультрацитосмос атты мүшелерімен жұту арқылы және бүкіл денесімен сорып қоректенеді. Кейбір қарапайымдылар фагоцитоз немесе пеноцитоз жолмен қоректенеді. Егер ас бөліктері үлкен, жетілген болса, фагоцитоз. Егер ас бөліктері сұйықтықтың тамшылары түрінде болса, олар пеноцитоз жолдары деп аталады. Тыныс алуы қарапайымдылар аэробты және анаэробты жолдармен тыныс алады. Мысалға, периплазмалар, трипаносомалар аэробтар, ал трихомонадтар анаэробтарға жатады. Қозғалысы ерекше мүшелермен, жіпшелер, кірпікшелер, жалған аяқтарымен іске асырылады. Дамуы жыныссыз және жынысты жолмен дамиды. Жыныссыз көбеюдің 4 жолы бар: анатомия, бүршіктену, эндодиагония және синтомия. Ал жыныссыз көбею екі жолы бар: копуляция және конъюгация болып бөлінеді. Протозойлық аурулардың эпистологиясы қоздырушының берілу тетігіне қарай трансмиссивтік және трансмиссивсіз болып бөлінеді. Трансмиссивтік аурулар, яғни тасымалданатын: донор, тасымалдаушы, реципиент. Мысалға, ауру мал кейне саумал периплазмоздарды жұқтырады. Ауру малдың қаны сору арқылы кейне саумалды тістеу арқылы немесе шағу арқылы периплазмоз ауруларын жұқтырады. Трансмиссивсіз тасымалданбайтын, яғни 3 немесе 2 буыннан құралған, 3 буыннан тұратын трансмиссивсіз аурулардың буындары: донор, сыртқы орта, реципиент. Мысалға, ауру мал, нәжіс саумал. Донор ауру мал немесе паразитті тасымалдаушы. Қоздырушының даму сатысын өтіп, инвазиялық түрге айналатын жері сыртқы орта. Реципиент ауруға бейім мал. Бұл аурулар тобына малдардың және құстардың эмириоздары жатады. Трансмиссивсіз аурулар 2 буыннан тұрады: ауру бие айғыр, ауру сиыр бұқа. Донор ауру мал, реципиент ауруға бейім мал.
Бұл ауруларға жыныстық инвазиялық ауруларға жататын жылқының кейінкісі ірі қара трихомонозы жатады. Протозойлық аурулардың патогенезі қарапайымдылар мал организміне барлық патогендік әсерін тигізеді: механикалық, токсикалық, аллергиялық, трофикалық, инокуляторлық әсерлерін тигізеді. Протозойлық аурулардағы иммунитет табиғи жолмен ауырған малда иммунитет стерилді, таза және стерилсіз болады. Оның пайда болу дәрежесі құрылған иммундық жүйедегі антиденелердің организмде сақталу ұзақтығына байланысты қалыптасады. Протозойлық ауруларды анықтау эпизотологиялық мағлұматтарға, аурудың клиникалық белгілеріне, патологоанатомиялық өзгерістер мен зертханалық зерттеулер нәтижелеріне ескереді. Протозойлық ауруларға нақтылы диагнозды зертханалық зерттеулер қояды. Мысалға, периплазмоздарда романовский гимза әдісімен бояп, жұқа қан жұғын зерттейміз. Трихомонозда жыныс жолдарынан алынған сұйықтық, яғни қырындыны, шайындыны зерттейміз. Трипаносомозда қанның қысылған тамшы сынамасын зерттейміз. Басқа протозоидтық ауруларда токсоплазма, трипаносомаларда серологиялық әдістерді қолданамыз. Малдың және құстардың эмбриоздарында олардың нәжістерін Дарлинг және Филиборн әдістерімен зерттейміз. Протозойлық ауруларды емдеу және алдын алу негіздері. Протозойлық ауруларды емдеу үшін эритротоптық, арнайы патогенетикалық және симптоматикалық дәрілер қолданылады. Олар қоздырушылардың өсіп дамуын тежейді, қабынған организмнің қорғау белсенділігін арттырып, органдардың қызметін, жүйелерін қалпына келтіреді. Арнайы емдеу дәрілеріне химиялық емдеу препараттары және антибиотиктер жатады. Қолданылатын емдік дәрілердің паразитке әсері өте жоғары, емдік тиімділігі ең жоғары, ал ауру мал организміне зиянды әсері өте төмен уыттылығы болуы қажет. Кейбір арнайы препараттар протозойлық аурулардың қоздырушыларын өлтірмейді, тек олардың дамуын тежейді, паразиттерге тежеулік статикалық әсер етеді. Протозойлық ауруларды емдегенде екі препаратты бірге қолданғанда емдеу тиімділігі жоғарылайды. Бір препарат екіншісінің әсерін қоздырушыға қатысты ұзартады, немесе препараттың организмнен бөлінуін тежейді. Пролонгаторлар, мысалға наганин пролонгатор, азидиннің организмнен бөлінуін тежейді. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.